Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilul nasa al-jannata. Faqala taqvallah wa husnul khuluq. Abu Hurayraдан, Allah одан разы болсын, жеткен хадисте ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламнан былай деп сұрайды: Жаннатқа көбірек кіргізетін амалы қайсы? Жаннатқа көбірек кіргізетін амал туралы сұрайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан қорқу, яғни тақуалық және көркем мінез деген екен. Құрметті мұсылман бауырлар, момын мұсылманның әрқайсының көздейтіні, қалайтыны, жеткісі келетіні ол әрине жаннат. Жаннатқа қандай амалдармен, қандай істерімізбен жаннатқа жетуімізге болады деген кезімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисте жауабын келтіріп отыр. Ол дегеніміз Алладан шынайы қорқу болса, біріншісі, екіншісі көркем мінез. Біріншісі ол Алла мен адамның арасындағы байланыс. Аллах Тағала мен өзінің құлы, пендесі, момын мұсылман арасындағы тікелей байланыс. Біздің Аллаға құлшылық ғибадат жасауымыз, Аллаға жалбарынуымыз, Аллаға ғибадат етуіміз, Алладан медет тілеуіміз, Алла разы болатын амалдарды орындап, Аллах Тағала қайтарған істерден аулақ болуымыз, арам нәрселерге жақындамауымыз, осының барлығы Алладан қорқу, тақуалыққа апаратыныз. Ал енді көркем мінезге келетін болсақ, ол әрине Аллах Тағаланың құзырында, Алла Тағаланың алдындағы біздің мұсылмандығымыздың, кішіпейілдігіміздің, Аллах Тағала бой ұсынушылығымыздың бір белгісі, көрінісі болып табылса, екіншіден ол бізбенен басқа мұсылман бауырлар қоғам арасындағы байланысты білдіреді. Яғни момын мұсылман отбасындағы мәмілесі қандай болу керек? Көршімен қарым қатынасы қандай болу керек? Дос жоралар, таныстар, білетін және білмейтін мұсылман бауырлармен қарым қатынасы қандай болу керек? Керек болса, мұсылман емеспен қандай мәміледе болу керек? Міне осының барлығы мұсылман бауырының бойындағы көркем мінезінде көрініс табуы қажет. Көркем мінездің ішінде барлық жақсы қасиеттер сыйдырылады. Ол дегеніміз, момын мұсылман кішіпейіл болса, момын мұсылман мейірімді болса, момын мұсылман басқа бауырына жанашырлық танытса, басқа бауырына жақсы тілеуіш болып, басқа бауырына жәрдемші болып, басқа мұсылман бауырларға және қоғамға жақсы үлгі көрсете білетін болса, міне көркем мінездің нағыз шыңы осы болмақ. Және ол өзінің көркем мінездігін көрсету арқылы ол ең әуелі қоғамдағы тепе-теңдікті, тұрақтылықты, түзулікті ұстанатын болса, сонымен қатар ол мұсылман еместерге де жақсы үлгі көрсете біледі. Мұсылман еместер де оның бойындағы жақсы мәлімдемелерді, жақсы қасиеттерді көре отыра, ислам дініне қызығушылық танытып, мұсылмандарға деген жақсы ойда, жақсы пікірде болуларына, қалыптасуына септігін тигізеді. Міне осы орайда жаннатқа жету үшін, жаннатқа баруымыз үшін, Аллах Тағала біздерге жаннатқа кіргізу үшін біз осы екі маңызды нәрседен құр алақан қалып қоймауымыз қажет. Ол Алладан қорқу, тақуа болу және үлгі
көркем мінез, сондай бір озық үлгісін көрсете білуіміз керек. Міне Аллах Тағала сол қасиеттерді баршамыздың бойымызға сіңірсін. Аллах Тағала бізге хидаят насіп етіп, көркем мінезді беріп, және Алладан шынайы қорқуға Аллах Тағала бізге жәрдемші болсын. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахим.